ішке кіретін болсақ, іште осындай тамаша, кең, витражный, прихожая, мінекей полностью мына жерде панорамный терезелермен тамаша, керемет табиғатты көріп отыратын осындай прихожая, мына жердің бәрі теплый пол. Ал мына жерге кіретін болсақ, встроенный шкафтар, сол жағында санторап, мінекей қонақтарға арналған қол жуып, мінекей санторап. Оңға қарай кіретін болсақ, осындай шағын ғана отбасыға арналған ас бөлме өзінің островогымен. Кеттік, ары қарай обзор жасаймыз. Өте удобный проект. Үйдің ішінен сразу неге кіріп кетеміз. Сырттан да кіретін есігі бар. Мына жерде котельная, ал төрде мынандай саунасы бар. Сырттан да кіреміз, үйдің ішінен де кіріп кететін. Осында өте ыңғайлы проект жасап қойған. Ар жағында хамам. И мына жерде екінші санторап. Болды, үйдің ішін обзор жасайық. Ал үйдің ішіне кіретін болсақ, осындай керемет шағын ғана тамаша баспалдағымен мінекей холл, повседневный отбасымен отыратын, теледидар көріп отыратын осындай тамаша кішігірім холл. Холлдан қазір оңға қарай кететін болсақ, өте үлкен зал қонақ күтетін. И және мына жерде шағын ғана бір жатын бөлме бірінші этажда осындай қарастырылған. Мінекей кеттік зал бөлмесіне. Осындай тамаша өте кең, 11-де 5-ті құрайтын осындай керемет қонақ күтетін зал бөлмесі. Нағыз қазақтарға арналған зал бөлме. Мінекей құдалық, любой отырысыңызды күтіп жүретін осындай тамаша, мінекей екі бірдей аркасымен мынандай жап-жарық зал бөлмесі. Мына жақта мысалы мягкая зона болса, ар жағында стол, стулья. Не деген керемет зал бөлмесі. Залдан қазір тағы да көрсететін жақта бильярдныйымыз бар. Ал мына төрге келетін болсақ, тамаша осындай екінің бірінде кездесе бермейтін өте кең бильярдная комнатасы. Мінекей отбасылық отырып бала-шағамен ойнайтын, қонақтар күтсеңіз де ұялмайтын осындай керемет бильярдная комната. Тоже жан-жақты осындай терезе, жап-жарық и керемет табиғат, керемет көрініске қарап отыратын. Мінекей вишня, черешня, не деген тамаша ауланы осы жерде демалып отырып, қарап, әрі ойын сауық, мінекей любой қонағыңызды күте беретін бильярдная. Бұл жердің еще бір преимуществосы, сыртқа шығып кететін, мінекей задний дворға шығып кететін есігі бар. Қонақ күтсеңіздер, мінекей беймарал сыртқа аулаға шығара бересіздер. Бұл жердің төбе биіктігі где-то 3,5 метрді құрайды, одан көп болмаса.